Сәлем достар, сен өргеме жанымға қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін өте қызықты видео түсіретін боламын. Және видеомның аты бүгін мен Токабокодан актриса қыз деген видеоның бірінші сезонын бірінші бөлімін түсіретін боламын. Және де видео өте қызықты болады деген ойдамын. Сондықтан да міндетті түрде тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ал видеомызды көп созбай тезірек бастайық. Мен бүгін жаңа қалаға, жаңа жерге барамын. Қандай керемет, актриса болу балалық арманым еді. Енді сол арманым орындалатын болды. Ал енді мен өзім Шымкенттенмін. Енді Алматыға бару үшін маған енді киімдерімді дайындау керек. Ең алдымен мен осындай әдемі қазір өзімнің киімімді ауыстырып алайын. Осы киімімді кисем өте әдемірек сияқты жолға шыққанға әчем ыңғайлы болады. Ал онда мен бірінші өзімнің пижамамды салайын. Осы менің ең жақсы көретін киімім. Ол жақта кіммен тұрады екенмін? Ол жақта қыздармен танысу керекпін. Үйренсе алам ба, үйренсе алмайым ба? Ал енді менің косметичкам. Мұнсыз маған жүруге болмайтын да шығар, Ал енді менде уходовый заттарым, менің пеналым, бұл кошелегімді мен вроде қолыма ұстап боламын, но бетіне салайын. Мынаны бір құрбым берген болатын, енді осыны тастамай жүру керек. Ал ананың ішінде отырған кезде маған кітап, чтобы менің ішім пыспау үшін. Ал мына телефонымды қолыма ұстап алайын. Болды, мен дайынмын. Енді осылай маған шығып кету керек. Ал ендеше мен кеттім. Білесің бе, бүгін біздің осы жатақханамызға жаңада қыз келеді дейді ғой, естідің бе? Оны мен мүлде естімеппін. Мен бар ойым. Конечно, сенің бар ойың сабақта болып отыр. Кішкене айналаңа да көңіл бөлсейші, компьютерден шықпадың ғой. Енді дұрыс қой, мен сабақ оқып отырмын. Егер де мен сабақ жақсы оқысам, мен актер бола алмаймын. Ой, онсыз да боласың. Оған сабақ оқып, зачем? Апай айтты ғой, оқу керек деп. Олар айта береді. Сен де ойын ойнап отырасың ғой? Иә, ол ойын ойнайтын рас. Ал енді сол қызды көрейік қандай қыз екенін. Ол да актриса бойынша келеді екен ғой. Конечно, бұл жаққа өңшең актрисалар келіп отыр ғой. Актер, актрисалар. Естідің бе? Ана жақта нағыз гитара тартып отыр екен ғой. Жүрші кетіп көріп келейік. Жарайды, онда жүр. Ана қызды да айтайық келетінін. Вау, гитара әдемі тартып жатырсың ғой. Сәлем, қолдарың қалай? Жақсы. Бүгін біздің ательге, тойыз жатақханамызға жаңада қыз келеді екен, естідің бе? Иә, сендерден бұрын естіп қойғам. Мені қасыма келеді ғой. Дұрыс қойын, сен қызсың ғой. Біз бала бұл, бізді қасымызға келсе, білмеймін де. Енді ол қызбен жақсылап танысу керек. Иә, ешқандай бөлектемей, олай істемей, солай құрмет көрсетуіміз керек. Мен сабақ оқып үлгеремін бе? Ой, не сабақта айта бересің? Мен бәрін үлгеріп жүрмін ғой, сабақта да оқып жатырмын. Гитара тартуды да үйреніп алдым. Бәрін үйреніп отырып қой. Үлгересің әлі. Өте дұрыс айтады. Точно осы үй екен? Мына жер әдемі екен, Кәдімгі бір үй сияқты болып кеткен ғой. Бірақ бұнда осындай. Бірінші менің мына жерде қасымда қыз тұратын сияқты, Бірақ заттар аз ғой. Может, ол да жақында көшіп келген шығар. Ладно, мына жерге келіп жайғаса берейін. Ана қыз келген сияқты ғой, байқадыңдар ма? Мен онда қазір сол қызға барып келейін, сендер отыра тұрыңдар. Одан кейін сендер танысасыңдар. Аха. Сәлем. Аха, сәлем. Осы жерге келемін ба? Я, осы жерді көрдім саған. Онда сен осы жерге келесің. Сен қай жерде жатасың? Мен мына жерде жатырмын. Мен онда мына жерде жатамын ғой, Аха, сенің жұмыс орның осы жер. Танысып қой. Және де шкафың төбеде. Сен екінші жатқандықтан шкафың да төбеде.
Болды, рахмет. Онда мен сені мына жерде, ана жақта үй, бұл кәдімгі үй сияқты, өте әдемі, керемет. Бұл жақта тағы да 2 бала бар, яғни сол балдар қазір сонымен де танысатын боласың. Мен онда кеттім, жағасы болғаннан кейін ана жерге кел. Аха, жарайды. Мә, күшті жер екен, өте ыңғайлы. Онда тез-тез заттарымды жайғастырайын. Болды, бітті, мен танысуға барайын. Вау, гитара әдемі тартады екен. Сәлем. О, мінекей, өзі де келіп қалды. Танысып қой. Сенің есімің кім? Менің есімім Амина болады. Келе ғой, мына жерге отыр. Сендермен танысқаныма өте қуаныштымын. Менің есімім Жансая болады. Ал мына баланың есімі Рамазан. Ал мына баланың есімі менің есімім Арсен болады. Сендермен танысқаныма өте қуаныштымын. Қазір кеш батып қалыпты, ондашы жатайық. Осы біздің жатақханамызда бір нәрсе болып қалатын болса, осы жерде ақылдасатын болады. Және де біз бәріміз актер, актриса болып келгендіктен, сол өзіміз дайындаймыз, сондай істейміз. Ал мына жер бізде игровой жеріміз. Ішіміз пысқанда бос уақытымызда хоббиіміз ретінде ойнаймыз. Ал мына жерде почта, саған біреулер жазуы мүмкін. Сен енді келгендіктен әлі саған ешкім жазбаған. Ал мына жер бізде кішігірім әжетхана. Мына жерде душ бар, шомылуға арналған. Мына жерде өзіңнің киіміңді салып жуа бересің, мына жерде заттарың тұрады. Ал мына жерде енді өзіміздің бөлмеміз. Арғы бетте асхана мен ұлдардың бөлмесі бар. Қазір де оны көрсетемін. Міне, бұл жер бізде асхана. Асханада мынау Рамазанның компьютері. Міне, мына жер бізде мынау холодильник осылай толтырып тұрады. Ал мына жер бос. Ал мына жерде кәдімгі осындай, как обычно, заттар, сондайлар. Ал мына жерде өзің, может, қарның аша, или өзің бәрімізге тамақ дайындағың келсе, короче, не істесең де өз еркің. Ал мына жылдардың бөлмесі, бұл жердегі кішкене біздікінен қарағанда өзгеше деп айтамайын, біздікімен бірде, бірақ заттары ғана өзгеше, түстері, тамсындайлары ғана, атак тура біздікіндей. Мә, өте күшті ғой, кәдімгі үйіміз сияқты. Иә, өте күшті. Ал ендеше кеш батты, жатайық. Ана қыз жақсы қыз екен, Иә, жақсы қыз екен. Кеш басып қалыпты, онда жатайық. Аха, давай, қайырлы түн есін. Азанда жақсы көңіл күймен барамыз деген ойдамын. Мен бірақ қазір ұйқым келіп жатқан жоқ, именно қазір ұйықтамайым. Кішкене компьютермен сабақ орындасам ба деп отырмын. Осы сабақтан сабағым бітпейді екен, Онда мен жатайын. Компьютермен отыра берейінші. Сондай өзім мектепте сондай қызықтар да болады. Мә, ұзақ әңгімеңді тыңдай беріп, мен де айта беріп, түн батыс кетіпті ғой, аналар жатып қойыпты, кеттік одан да, біз де жатайық. Менің негізі басым өткен қызықтар өте көп. Екеуміз әлі біраз тұрамыз деген ойдамыз, сондықтан да бәрін айта беремін ғой. Мен қазір онша ұйқым келіп жатқан жоқ, кішкене отырамын телефонымды көріп. Или компьютеріңді көрсем бола ма? Ол менікі емес, ол сенікі. Маған да компьютер берген, но мен оны байқаусызда екеуміз қолдана береміз. Аха, мен онда жатайын. Компьютер қойшы, вообще жаланем қашып кетті. Компьютермен сабақ орындағанша телефон көріп жата берейінші. Қандай дыбыстар шығып жатыр? Мә, ана да ұйықтап қалды, Может, терезеден шығып жатыр ол дыбыс. Терезеден жабайын. Болды. Жата салайыншы, может. Ну ладно, болды. Мен жатайын. Неге дауыстар шыға берді? Қандай дауыстар шығып жатыр? Достар, осымен видео аяқталды. Соны көргендеріңізге көп-көп рахмет. Міндетті түрде тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Бұл бірінші бөлімі.